Ассалаумағалейкум балықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен видеоны атынан көріп тұрғандарыңыздай жаңа формат. Ол қандай формат дейсіздер ғой? Ол лайв формат. Яғни менің каналымда енді лайв видеолар пайда болады. Бірден сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Лайв видео деген ол не дейсіздер ғой? Лайв видео деген ол былай. Мысалы, мен алдыңғы шығарылымдағы видеоларым бар ғой, мысалы, балық аулау туралы, футбол туралы. Оның басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Толық шығарылым ғой. Лайв видео деген ондай емес, ол толық шығарылым емес, жай ғана кішкентай видео. Бір кез келген бір ситуацияға байланысты өзінен шыққан эмоция деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Егер түсінбесеңіздер, осы видеоны соңына дейін көріңіздер, сол кезде түсініп аласыздар. Сонымен лайв формат, бірінші видео кеттік. Сонымен бірінші видео не туралы болады дейсіздер ғой? Алдыңғы видео бар ғой, мына жерде шортан аулау дейтін, мына жерде сурет тұр, мінекей. Және астында сілтемесі болады. Ссылкасы яғни, және мына жерде үстіне сіздерге подсказка қалдырып кетемін. Сол видеода мен шортан аулау дейтін видеоға, шортан аулаған болатынбыз, ер екеуміз. Сол видеоны егер көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Және сол видеода мен айттым, сіздер астында міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, біз рекорд жасауымыз керек деп. Сол қандай рекорд екенін сіздерге айтпаппын ғой. Ол рекорд біз 1000 комментарий жинауымыз керек. Сондықтан сіздер дәл қазір сол видеоға өтіп, астына комментарий жазып кетіңіздер. 5 комментарий, 10 комментарий, 20 комментарий, білмеймін, кім қанша комментарий жазалады, сонша комментарий жазыңыздар. Ешқандай шектеу жоқ. Сонымен лайв формат деген осы. Аман болыңыздар, сау болыңыздар деп бітіп тастасаң. Жоқ, мен сізге тағы бір қызға айтып кетейін. Жоқ, олай бітпейді мына видео. Үшін алдыңғы видеода, жаңа шортан аулау дейтін видеода, қазір үзіндісі болады. Айтпақшы, келесі видео түнде балық аулау туралы болады, және үлкен шортан ұстайтын боламын. Шортан деппін ғой, шортан емес. Үшін басқа балық рекорд болады. Күтіңіздер. Алдыңғы видеода мен сіздерге көріңіздер айттым. Келесі жолы осында керемет видео шығады деп. Ол видео шығады. Сол видеодан бір кішігірім сіздерге бір үзіндісі емес, мына жерге фотосы шығады, мінекей. Көріңіздер, мынандай үлкен көріп тұрғаныңыздай көксерке ұстаған болатын. Ол мен үшін рекорд. Және сіздер бар ғой, осы видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер. Осы суретке қарап, осы балықтың салмағы қанша болуы мүмкін. Сіздер астына комментарий жаза беріңіздер. Мен оға шейін осы видеоны монтажын бүгіннен бастап бастадым. Сіздерге ол бұйырса деп айтайын. Келесі жұма күні, яғни пятница күні 19:30-да шығады. Сол видео қалай аулаған, және өте қызық болады. Ана видео бар ғой, қызық болайын деп тұр. Себебі мен ол біріншіден түнгі рыбалка, екіншіден мен өмірімде түнгі рыбалкаға бірінші рет барып тұрмын, және жалғыз. Ошын айтпай-ақ қойын, іштеме сол видеодан сіздер көріп алыңыздар. Жұма күні 19:30-да кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.